Короче, достар, бұл сендер короче қысқа видео оққан шығар, но зафилет еді. Бүгін біз кеше түнгі 11-де өткен золотой мяч яғни алтын доп жайында сөйлесеміз. Әділ болды ма, әділ болған. Менің айтуым бойынша әділ болмады. Себебі не болып қалды? Рафиня алуға керек еді, оны 5-ші орынға қойып тастады. Француз болғаны үшін Дембелеге берді. Роналдиньо тапсырды. Балсерни Роналдиньодан қолынан алды. Мен қала бердім. Содан алысқан кезде Рафиняның қолынан Роналдиньо алса екен деп, екеуі де бір елден ғой деп. Қайдағы Дембелеге берді. Так, енді 20-дан бері қарай неде? 11-де Педри тұр. Қалай 11 Палмер екінші орынды кім алды деп ойлайтындар. Әрине көргендер біледі. Ламин Ямаль. Ол 3-ші орында тұрған еді. Кесте өзгеріп кетті ма білмедік. Содан кішкене өзгеріп кеткен сияқты кесте. Содан кім алып қойды? Рафиня алып қойды. Біледі, әділетсіз өтті. Француз бері какой-то псызымен алған треблын мақтанып тұрып алды ғой. Типа Рафиняға өзінше болып өзінше болып алды. Короче, білмеймін мен не істейтінді. Өкініп тұрмын ба үшін сондай болып тұрды. TikTok салдым достар. Ол TikTokта мен TikTok аккаунтыма кірсеңдер көресіңдер ол TikTokта. Мен TikTok аккаунтыма описаниеде тіркеліп кетеміз. Не дейміз енді? Не дейміз францфутболға? Не дейміз? Сізге кетеміз францфутболдың алдын. Достар, мен алдыңғы видеомда айтып кеткендей 2027 жылы осыдан 2027 жылы францфутбол енді берген организация золотой мяч берген білетін. Сол 2027 жылы 21 ғасырдың ең үздік футболшысын таңдайды. Оған 80% номинант Лионель Месси. Мен оны алдыңғы видеода айтып кеткенмін. Бүгінгі видео Рафиня мен Ямал жайында жатыр. Сыммаңдар, дальше болсын ойнай беріңдерші. Осы жыл алмасаңдар да келесі жыл аласыңдар. Кім алды да ішім күйіп жатыр. Ішім назланып жатырмын. Түсінеме бірге